Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін 4 сыныптың математикасынан 123 сабақты қарастырамыз. Бұл шеңбер және дөңгелек деп аталады. Каналға бірінші рет кіріп отырсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар және сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Бірінші есеп бойынша диаграмма беріліп тұр екен. Осы диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр дейді. Қандай сұрақтарға жауап алуға болады? Бұл диаграмма біздің сынып оқушыларының мектепке қалай жететіндігін көрсетеді. Диаграмма теңдей 10 бөлікке бөлінген. Әр бөлігі 10% құрайды. Диаграммада не білуге болады? Қандай көлік қоршаған ортаға зиян келтірмейді? Қарасақ енді сары менен жаяудікі, жасыл мен машинені мен көк автобус, күлгін велосипедпен келетін оқушылар берілген екен. Енді осы диаграмма бойынша мынандай сұрақтар құрастыруға болады екен. Яғни неше пайызы оқушылардың жаяу келеді? Қарасақ 4 бөлік екен, олай болса 40%. Қанша пайызы оқушылардың автобуспен келеді? 3 бөлік, ол 30%-ды береді. Қаншасы пайызы машинемен келеді дейді? 2 бөлік екен, жасылмен берілген 20%. Нешеуі велосипедпен келеді? 10% келеді екен. Енді велосипед осы көліктердің ішінде қоршаған ортаға зиян келтірмейді екен. Келесі екінші тапсырма. Сен циркульдің көмегімен қалай шеңберге сызуға болатынын білесің. Суреттерді қара және алгоритм құр дейді. Ең алдымен сызғыштың көмегімен шеңбердің радиусын өлшеп аламыз салғалы отырған. Екінші, циркульдің ашасын сызғышпен өлшеп, сол өлшеген өлшемге келтіріп аламыз. Үшінші, дәптерімізден шеңбердің центрін белгілеп аламыз да, төртінші, сол центр бойынша циркуль мен шеңбер сызамыз. Міне осындай алгоритм арқылы шеңбер сызуға болады. Үшінші тапсырма, сөйлемдерді толықтырып жаз дейді. Асы әсінде және шеңберлердің радиусы мен диаметрін өлшеп оларды жаз дейді. Әсінде шеңбердің диаметрі толықтыруымыз керек, радиусы ұзындығына тең. Шеңбердің радиусы диаметр ұзындығының толықтыруымыз керек тең дейді. Егер видео жылдам өтіп жатса, тоқтатып қоюға, кейін қайтуға болады оқушылар. Олай болса, бізде шеңбердің диаметрі ол 2 радиусқа тең екен. Ал шеңбердің радиусы ол диаметрдің жартысына тең болады. Енді сызғышты алып бірінші тұрған суреттегі шеңбері, ол жерде 2 шеңбер беріліп тұр екен. Сол шеңбердердің радиустары мен диаметрлерін өлшейміз. Екіншіде біреу беріліп тұр, үшіншіде 2 беріліп тұр. Сызғыштарыңды алып өлшеп көрсеңдер, мынандай өлшемдер шығады екен. Төртінші тапсырма дейді. 3 шеңбердің өлшемі бірдей, шеңбердің диаметрі қанша сантиметр, шеңбердің радиусы қанша сантиметр дейді. Енді қарасақ негізі енді диаметрін бірден де жаза салуға болады, 6 сантиметр деп. Немесе 18-ді 3-ке бөлу арқылы да 6 сантиметр деп жазуға болады. Диаметр 6 сантиметр. Ал радиус деген ол диаметрдің жартысы болғандықтан 6-ны 2-ке бөліп 3 сантиметр деп жазамыз. Бесінші, есептерді шығар дейді. Бұнда 2 есеп берілген екен. Бірінші мотоцикл 3 сағатта 270 км жүрді, екіншісі дәл осындай уақытта біріншісінен 30 км артық жүрді дейді. Екінші мотоциклшының жылдамдығы біріншінің жылдамдығынан сағатына қанша километрге артық? Әсіншіде, автокөлік 5 сағатта 400 км жол жүрді. Егер ол жылдамдығын 15 км сағатқа арттыратын болса, осы уақыт ішінде қандай ара қашықтықты жүріп өтеді дейді. Енді біріншісінде қарасақ, біз біріншісінің табу үшін 270 км-ді 3 сағатқа бөлеміз. Онда біріншісінің жылдамдығы бізде 90 км сағат болады. Осы 270-ке артық жүрген 30-ды қоссақ, екіншісінің 300 км жүргенін таба аламыз да, осы 300-ді 3-ке бөлу арқылы оның 100 км сағат жылдамдықпен жүргенін көреміз. 100-ден 90-ды аламыз, сонда 10 км сағат. Яғни екіншісі 10 км сағат артық жүріпті. Екіншісі видеодан қарап алсаңыздар болады. Алтыншы есепте шеңберсіз дейді. Радиусын өзгертпей циркульді осы шеңбердің кез келген нүктесіне қойып, тағы бір шеңберсіз, 2 шеңбердің қиылысқан нүктелері жаңа шеңберлердің центрі дейді. Негізгі шеңберлердің ішінен біртіндеп гүлдің бейнесі шығады дейді. Міне 5 түрлі алгоритм берілген екен. Осы алгоритмді пайдалана отырып, қолдарыңа циркульді алып, дәптерлеріңе мына 5-шіде тұрғандай гүлді өз беттеріңмен салуларың қажет.
Жетінші тапсырма. Осындай өрнек жасау керек деп елестет. Дөңгелекті қанша бөлікке бөлу қажет екендігін ойла. Саған қанша және қандай түсті дөңгелектер қажет дейді. Енді тапсырма түрлі түсті қағаз дөңгелектермен орындалады екен. Енді бұл жерде бұл дөңгелекті 8 бөлікке бөліп алып бір бөлігін аламыз. Сонда бізге бір қызыл, бір сары, бір күлгін түсті барлығы 3 дөңгелек қажет екен. Соның ішінен біз 8-ден 3 бөліктен әрқайсысынан аламыз. 8-ші тапсырмада түрлі түсті қағаздан 2 немесе 4 түсті диаметр 6 см болатын 4 дөңгелек жаса. Олардың диаметрін сіз осы сызық бойыменен дөңгелекті 2 бөлікке бөл, өрнек құрастыр, аппликация жаса дейді. Енді бұл жерде диаметр 6 см болатын деп отыр. Мына жерде осында 2 бөлікке бөлу арқылы аппликация жасайсыңдар. Диаметр міндетті түрде сызғышпен өлшеп салып алыңдар. 9-шы есеп. Ойлан және жауап бер дейді. 12 монеттің арасына біреуі жалған. Ол салмағына қарай басқаларынан өзгеше, сонымен қатар оның ауыр екені белгілі. Кіртассыз табақшалы таразада 3 рет өлшеп жалған монетті тап. Ең алдыменен 12-ні біз 6-6-тан 2-ге бөліп 2 табақшаға саламыз. Қай жағы төмен түсіп кетсе, сол ауыр болып қалады да, сол жағындағын алып тағы 3-тен қараймыз. Сонда сол үшеуін салыстырып қараймыз. Яғни егер тең болып қалса, онда қолымыздағы жалған монет, ал қай жағы ауыр болып қалса, сол монет ауыр деп есептей аламыз. Енді 10-шы есепте 4 шеңбердің өлшемдері бір дейді. Шеңбердің диаметрін және радиусын сантиметріменен тап дейді. Бұл енді алдыңғы берілген есептегі сияқты екен. Бұл жерде диаметрін табу үшін біз 24-ті 2-ге бөлуіміз қажет. Сонда 12 сантиметр диаметр шығады да, радиус диаметрдің жартысына тең болғандықтан 12-ні 2-ге бөлеміз. Бұлар 6 сантиметр болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен барлығына жауап беретін боламын. Және келесі сабақтарды көріп алу үшін міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.